Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай асқабақты пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Тек видеоны соңына дейін қараңыз, барлығы түсінікті көрсетілген. Қазір сіздермен бірге біз асқабақты пирог жасайтын боламыз. Алдымен бірінші кезекте бізге сол пирогымыздың бірінші қамырын дайындап алу қажет болады. Енді қамырына бізге қандай заттар қажет? Мұнда менде разрыхлитель, миндальный мука, сахарная пудра, мынау асқабақтың пюресі, жұмыртқа және ұн. Асқабақтың пюресін кәдімгідей асқабақты қайнатамыз суда немесе мантаваркада қайнатып аласыздар да, сосын жай ғана блендерден өткізіп жібересіздер. Сонда осылай асқабақтың пюресі шығады. Және осындай мастер-класстан кейін көп сұрайды менде қазір миндальный муканы немен заменять етсе болады деп. Негізінде дәмі жақсы шықсын десеңіздер, миндальный муканы міндетті түрде қосыңыздар. Ал егер де таппай жатсаңыздар, миндальный муканың орнына кәдімгі қарапайым ұнды қосып жібере салыңыздар. Егер де таппай бара жатсаңыздар, немесе миндальный муканы фисташка мукаға ауыстыруға болады. Енді фисташка мукаға и тағы, мысалы, кез келген жаңғақтың ұнына ауыстырсаңыз болады да. Мысалы, миндальдан басқа бізде қандай бар? Мысалы, арахисті де блендерден өткізіп жіберіп тұрып, осындай ұн ретінде қоссаңыз болады. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бізге не істеу қажет? Алдымен ұнды үлкенде ыдысқа саламын. Және осында бүкіл құрғақ заттарды саламыз. Және бізде сары май бар. Мен сары майды қазір алып келейін. Сары май бізде морозилкада тұр. Ең соңынан шығарам, өйткені сары майымыз біздің қатты болып тұру қажет. Қыздар, мен қазір сары майдың үлкендеу кусогын алып келдім. Өйткені осылай біз тек қана кухонный комбайн болса ғана бізде осылай барлығын қосып жіберіп тұрып араластырамыз. Ал егер де сіздер қол миксермен жұмыс жасайын деп жатқан болсаңыздар, осылай үлкен кусогын бірден черкадан өткізіп тұрып жасайтын боламыз. Қазір мына сары майдың, қолымдағы сары майдың барлығын осылай черкадан өткізіп жіберемін. Мінекей барлығын черкадан өткізіп шықтым. Енді осылай қолмен жақсылап ұнмен араластырып жіберемін. Ұн екеуі бірдей болып араласып кету керек ұнның құрамына сары май. Мінекей сары май араласып кетті. Енді осының үстіне мен сахарный пудраны саламын. Миндальный муканы саламын. Яғни құрғақ заттың барлығын салып жіберемін. Және мұнда разрыхлитель. Барлығын араластырамыз. Енді мұнда менде жұмыртқаны салам. Қазір бірінші біреуін салам да араластырып алайын, сосын екіншісін салам. Үстінен қазір асқабақтың пюресін салам. Қамыр бізде қазір кішкене сұйықтау болып шығады. Бірақ біз бұны сосын морозилкаға қойып қоямыз. 20 минуттан кейін алып шығып жаятын боламыз. Қыздар, енді біз асқабақты пирогымыздың ішіне салатын кексін дайындаймыз. Яғни ішіне салатын затты біз кекс деп атаймыз. Мен видео рецептте солай жазып беремін сіздерге. Былайша айтқанда ішіне құятын начинкамыз қазір біздің қамырымыздың сыртынан ішіне деген. Енді ол үшін бізге не қажет болады? Біріншіден, мұнда менде асқабақтың пюресі. Мен асқабақты қайнатып, осылай блендерден өткізіп алдым. Мұнда менде ұн, жұмыртқа, разрыхлитель, сливки 33% міндетті түрде, және сұйық май және қант. Енді алдыменен жұмыртқа менен қант екеуін араластырып аламын қазір. Миксермен взбивать етеміз. Шамамен 2 минуттай кішкене көпіргенге дейін араластырамын. Осылай көпіргенге дейін араластырдым. Енді осының үстіне сұйық майды құямыз. Сливкиді құямыз. Ал разрыхлительді ұнға қосамын. Араластырамыз. Енді осының үстіне мен асқабақты қосамын.
Енді осылай біртіндеп ұнды қосып отырамыз. Осымен дайын. Қазір мен қамырын формаға жаятын болам, яғни формаға кигіземін. Сосын үстінен осыны құйып пісіретін боламыз. Қыздар, мен қамырды холодильниктен алып шықтым. Ал менде мұнда осындай форма, пирогқа арналған форманың қалай айтсам екен, размерін менде 24-28 етіп өлшеп алдым. Астына пергамент төсеп қойдым. Ал мұнда қатты подложка тұр, ол подложкасын кейін алып тастаймын. Тура осылай сеткаға салғаннан кейін. Ал енді мұнда қамырды қазір жайып, ана формаға турлап қоятын болам. Қыздар, енді қазір біз қамырды жаямыз. Кішкене ұн қолданамыз. Кішкене ғана жаямды, сосын формаға салам. Енді мына форма бізде дайын тұр. Астында пергамент тұр. Осыған қамырымызды қоямыз да, қалғанын мен енді қолмен жеткізем. Осылай қолмен жайып шығамын енді қалған жерлерін. Шеттерін барлығын тоже қолмен шығарамыз. Енді қыздар, мен қазір пирогты осылай сеткаға қойып тұрып пісіремін. Сол себептен астына осылай темір қойдым, өйткені бізде форманың астында тек қана пергамент тұр. Осылай пергаментмен қосып осында аударамын. Кейін бізге піскен екен алған кезінде оңай болу үшін астына темірді қойдым. Темірмен осылай ала саладым. Енді осының үстіне жаңағы асқабақтан дайындаған кексімізді құямыз. Енді осылай сеткамен мен печкаға қоямын. 175 градуста қызып тұрған духовкаға 20-25 минут уақытта пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін печканың ішін ашып, ішіне шпажка тығып көресіздер. Соған қарап піскен піспегенді білесіз. Өйткені әркімнің печкасы әртүрлі. Соған қарап енді 20-25 минут деп айтып жаттым. Қазір мен енді печкаға жіберемін. Қыздар, менің пирогым осылай пісіп шықты. Енді қазір үстіне карамельді құямын. Мен енді осылай холодильникке жіберемін. Холодильникте менде таңертеңгіден тұрады, яғни 4-5 сағат тұрады. Сосын барып сыртындағы формасын шешетін боламыз. И сол кезде кесе беруге болады. Қыздар, біздің пирогымыз холодильникте тұрды. Бетінде карамель қатып қалған. Енді қазір формадан ажыратып аламыз. Формасын алып тастадым. Енді осындай әртүрлі жаңғақтарменен бетіне оформление жасаймыз. Менде мұнда фисташка. Қыздар, осымен біздің пирогымыз дайын. Асқабақты пирогымыз. Сыртына қазір бетіне фисташка септім, жаңғақ септім және вафельный крошки сеуіп шықтым. Бізде холодильникте 4-5 сағаттай тұрды. Енді ішін қазір сіздерге кесіп көрсететін болам. Осымен асқабақты пирогымызды жасап бітірдік. Егер де ұнаса лайк қалдырып кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтар туындаса астына комментарий жазыңыз. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін болам.